Сіз қант диабеті кезінде ең зиянды тағам не деп ойлайсыз? Көп адам қант деп жауап береді, бірақ шын мәнінде ең қауіптісі мүлде басқа нәрсе. Бүгін соны бірге анықтаймыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен 10 жылдық тәжірибесі бар дәрігер Дина Мұхатай. Көп адам диабет деген диагнозды естігенде бірден көмірсуларды мүлде жеуге болмайды деп ойлайды. Бірақ бұл дұрыс емес. Шын мәнінде адамдар көмірсулардан қорқып, басқа зиянды тағамдарды жей береді. Соның салдарынан өз денсаулығына өздері байқамай зиян келтіреді. Негізі мәселе көмірсуларда емес, мәселе дұрыс таңдауда. Диабет кезінде ең қауіпті заттардың бірі алкоголь. Алкоголь ағзадағы қант деңгейін күрт өзгертеді. Нақты механизмін қарастырайық. Алкоголь бауырдағы глюкоза түзілуін тежейді. Бауыр қандағы қантты тұрақты деңгейде ұстайтын негізгі орган. Ол қажет болғанда глюкозаны шығарып, ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді. Алкогольдің әсерінен бұл процесс баяулайды немесе тоқтайды. Нәтижесінде алкогольді ішкеннен кейін қандағы қант деңгейі күрт төмендеуі мүмкін. Бұл жағдай медицинада гипогликемия деп аталады. Яғни қандағы қанттың қалыптыдан төмен деңгейге түсуі. Біраз уақыт өткен соң бауыр глюкозаны қайта өндіре бастайды. Бірақ бұл процесте бауыр бір мезгілде өте көп мөлшерде глюкоза шығарады. Соның салдарынан қандағы қант деңгейі қайтадан жоғарылайды. Яғни бір кештің ішінде қан бірнеше рет төмендеп, қайтадан көтеріліп отырады. Бұл күрт ауытқулар қан тамырларына айтарлықтай зиян келтіреді. Қан тамырлары үнемі осындай стресске ұшырағанда, олардың қабырғалары зақымданып, қан ағымы бұзылады. Нәтижесінде жүрек қан тамыр жүйесінің асқынулары, инфаркт, инсульт және аяқ-қолдағы қан тамырларының зақымдануы сияқты жағдайлар дамиды. Сондықтан медициналық тәжірибе көрсеткендей, диабетпен ауыратын әрбір адам алкогольден толықтай бас тартуы қажет. Бұл қант деңгейін тұрақты ұстаудың, қан тамырлары мен жүрек қан тамыр жүйесінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең тиімді жолы. Қысқаша айтқанда, алкоголь қандағы қантты төмендетеді де кейін күрт көтереді. Бір кештің ішінде бірнеше рет ауытқу болады. Бұл қан тамырлары мен өмірге қауіпті асқынулардың қаупін арттырады. Сондықтан алкогольді тұтыну диабет кезінде мүлде ұсынылмайды. Келесі маңызды мәселе – жануар майларының тұтынуы. Қант диабеті тек қант деңгейімен ғана шектелмейді, сонымен қатар холестерин деңгейімен де тығыз байланысты. Майлы ет, сары май, майлы соустар және жұмыртқаның сарысы қандағы холестеринді көтереді. Ал холестерин жоғары болғанда жүрек пен қан тамырларына қосымша жүктеме түседі. Диабетпен ауыратын адамдарда жүрек қан тамыр ауруларының қаупі басқа адамдарға қарағанда әлде қайда жоғары. Сондықтан майлы тағамдарды мүмкіндігінше азайту қажет. Оның орнына өсімдік майларын, майсыз ет пен балықты таңдау дұрыс болады. Бұл қандағы холестерин деңгейін бақылауда ұстауға көмектеседі. Өңделген ет өнімдеріне де ерекше назар аудару керек. Шұжық, сосиска, колбаса сияқты өнімдерде май мөлшері жоғары әрі калория көп. Бұл артық салмаққа әкеледі. Ал артық салмақ диабеттің ағымын күрделендіреді. Сондықтан негізгі ақуыз көздеріне басымдық берген жөн. Мысалы, тауық еті, балық, теңіз өнімдері және сүзбе. Бұл өнімдер пайдалы, қауіпсіз және диабетке сәйкес келеді. Енді көмірсуларға тоқталайық. Көп адамдар қант диабеті кезінде көмірсулардан мүлде бас тарту керек деп ойлайды. Бірақ бұл дұрыс емес. Ағзаға энергия алу үшін көмірсулар қажет. Тек оларды дұрыс таңдау маңызды. Баяу сіңетін көмірсуларға қарақұмық, басмати күріш, тұтас дәнді макарон өнімдері және картоп жатады. Бұл тағамдар қандағы қантты біртіндеп көтереді. Сондықтан ағзаға тұрақты энергия береді және қант деңгейінің кенет өзгеруінен қорғайды. Тез сіңетін көмірсуларға қант, тәтті өнімдер, бал, ақ ұн және ақ күріш жатады. Олар қандағы қант деңгейін жылдам көтереді. Бұл гипергликемияға әкеледі. Сондықтан мұндай өнімдерді шектеу қажет. Тәтті тағамдарға толық тыйым салу міндетті емес, бірақ мөлшерін қатаң бақылау керек. Мысалы, күніне бір ғана тәтті өнімді таңдап, оны тұтынуға болады. Жемістерді де рационнан алып тастауға болмайды. Олар витаминдерге, минералдарға және талшықтарға бай.
Дегенмен күніне 1 немесе 2 жеміс жеткілікті. Көп мөлшерде жеміс жеу қандағы қанттың көтерілуіне әкелуі мүмкін, сондықтан санын бақылау қажет. Қорытындылай келе, диабет кезінде көмірсуларды дұрыс таңдау және мөлшерін бақылау қандағы қант деңгейін тұрақты ұстап, асқынулардың алдын алудың негізгі жолы. Енді толықтай бас тарту қажет өнімдерге тоқталайық. Ең қауіптілерінің бірі газдалған тәтті сусындар және пакеттелген шырындар. Олардың құрамында өте көп мөлшерде қант болады. Әрі ол қандағы қант деңгейін өте тез көтереді. Мұндай кенеттен көтерілу қан тамырларына қосымша стресс береді. Жүрек пен бүйрекке жүктеме арттырады. Әрі гипергликемия мен ұзақ мерзімді асқынулардың қаупін көбейтеді. Сондықтан диабетпен ауыратын адамдарға бұл сусындар мен шырындардан толықтай бас тарту ұсынылады. Оның орнына таза су, шөптік шай немесе табиғи жеміс-жидек шырындары секілді қауіпсіз нұсқаларды таңдау дұрыс болады. Бұл ағзаға қажет сұйықтықты қамтамасыз етеді, бірақ қандағы қантқа кенет әсер етпейді. Қант алмастырғыштарға қатысты да жиі сұрақтар туындайды. Қазіргі ғылыми зерттеулер көрсеткендей, белгілі бір қант алмастырғыштарды қалыпты мөлшерде қолдану қауіпсіз деп саналады. Мысалы, стевия, аспартам, сукралоза сияқты қант алмастырғыштар қандағы қант деңгейін көтермейді және қосымша калория бермейді. Сондықтан кей жағдайларда тәттіге деген қажеттілікті қанағаттандыру үшін оларды қолдануға болады. Дегенмен маңызды ескеретін жайт, қант алмастырғыштар да тағамдық әдеттерді қалыптастырады. Яғни оларды шектен тыс қолдану тамаққа деген тәуелділікті арттырады. Сондықтан оларды мөлшерін бақылау керек және негізгі энергияны баяу сіңетін көмірсулардан алу керек. Диабет кезінде ең маңызды нәрсе дұрыс тамақтану және физикалық белсенділік. Бұл екі фактор қандағы қант деңгейін тұрақты ұстап, асқынулардың алдын алуда негізгі роль атқарады. Егер адам тамақтануын бақыламаса, ең қымбат және күшті дәрі-дәрмек те толық көмектесе алмайды. Қант диабеті бұл тек дәрі қабылдау арқылы шешілетін ауру емес. Өмір салты, тағамдық әдеттер және күнделікті қозғалыс деңгейі шешуші фактор болып табылады. Дұрыс тамақтанудың маңызы. Қандағы қант деңгейін тұрақты ұстайды. Артық салмақтың түсуіне көмектеседі. Холестерин мен триглицерид деңгейін бақылауда ұстайды. Бұл жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Физикалық белсенділіктің маңызы. Дене бұлшықеттері глюкозаны жақсырақ пайдаланады. Қандағы қант деңгейін төмендетеді. Қосымша калорияларды жағуға көмектеседі. Салмақты тұрақты ұстауға ықпал етеді. Жүрек, буын және жалпы ағзаның жұмысын жақсартады. Яғни, диабетпен өмір сүруде дәрі-дәрмек тек қосымша құрал, ал негізгі бақылау тамақтану мен қозғалыс арқылы жүзеге асады. Бұл ережелерді ұстанған адам өз қант деңгейін тұрақты ұстап, ауыр асқынулардан сақтала алады. Сонымен қатар, қазіргі медицинада қандағы қанттың бір ғана нақты нормасы жоқ. Бұрын барлық науқастар үшін бір стандарт қойылатын. Мысалы, глюкоза деңгейі 6 миллимоль литрден төмен болуы керек деп есептелетін. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, әр адамның ағзасы, жасы, салмағы, қосымша аурулары әртүрлі болғандықтан бір стандарт бәріне бірдей жарамайды. Сондықтан қазіргі таңда әр науқасқа жеке мақсатты қант деңгейі анықталады. Бұл көрсеткішті дәрігер науқастың жалпы жағдайына, жүрек қан тамыр жүйесінің күйіне, салмағына, физикалық белсенділігіне және басқа да факторларға сүйене отырып белгілейді. Нәтижесінде, әр диабетпен ауыратын адам өз дәрігермен бірге. Өзінің мақсатты қант деңгейін білуі, күнделікті бақылау жүргізуі, қажет болған жағдайда тамақтану, физикалық белсенділік немесе дәрі-дәрмек дозасын реттеуі қажет. Бұл тәсіл пациенттің өмір сапасын жақсартуға, асқынулардан сақтануға және ұзақ мерзімде денсаулығын тұрақты ұстауға мүмкіндік береді. Диабет жағдайында гликерленген гемоглобин деген көрсеткіш бар. Бұл көрсеткіш соңғы 3 айдағы орташа қант деңгейін көрсетеді. Диабетте бұл көрсеткіш маңызды роль атқарады. Себебі ол қант деңгейінің тұрақтылығын бақылауға мүмкіндік береді. Қанның күнделікті өзгерістерінен тыс ұзақ мерзімді бақылау береді. Дәрігерге науқастың қантын қалай ұстап отырғанын бағалауға көмектеседі. Қысқаша айтқанда, гликерленген гемоглобин диабетті бақылаудың негізгі маркері.
оның деңгейін тұрақты қадағалау арқылы асқынулардың алдын алуға болады. Тағы бір маңызды фактор – дене салмағы. Артық салмақ диабеттің дамуына және ағымының ауырлауына тікелей әсер етеді. Қосымша майлы тін инсулинге сезімталдықты төмендетіп, қандағы қант деңгейін тұрақсыз етеді. Егер адам салмағын 15-20%-ға азайтса, бірнеше маңызды пайдасы болады. Қант деңгейін бақылау жеңілдейді. Инсулинге сезімталдық артады. Жүрек қан тамыр жүйесіне түсетін жүктеме азаяды. Кейбір жағдайларда дәрі-дәрмекке деген қажеттілік төмендеуі мүмкін. Тіпті кейбір науқастарда препараттарды азайтады. Сондықтан диабетпен ауыратын адамдарға салмақты қалыпты деңгейде ұстау немесе артық салмақтан арылу ауруды бақылаудың негізгі әдістерінің бірі болып саналады. Бұл тек қантты тұрақты ұстауға көмектесіп қана қоймай, жалпы денсаулықты жақсартады. Қорытындылай келе, диабет кезінде алкогольден бас тарту, майлы тағамдарды азайту, тәттілерді шеттеу және дұрыс көмірсуларды таңдау денсаулықты сақтаудың негізгі қағидалары болып табылады. Бұл ұсыныстар тек диабетпен ауыратын адамдар үшін ғана емес, жалпы жүрек қан тамырлары мен эндокрин жүйесін қорғау, салмақты бақылау және ұзақ мерзімді денсаулықты сақтау үшін барлық адамдарға пайдалы болып табылады. Егер бұл кеңестер сізге пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.